Достар, бәріне сәлем. Қазір Ирина Кайратын мен Шизаның Көкту атты жаңа әніндегі домбыра партиясын үйренетін боламыз. Ең бірінші ойнап берейін, сосын бастаймыз. Жалпы оригинал қылып ойнау үшін бұның төменгі ішегін фа нотасына келтіреміз. Фа нотасына дұрыстаймыз. Үстіңгісін си бемоль деген нотаға дұрыстаймыз. Фа, си бемоль. Бірінші бөлімде біздер қолымызды былай жауып қоямыз. Және мынандай қағыс ойнаймыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен. Осыны екі рет ойнаймыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен, 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 жоғары, төмен. Дейміз де біздің мелодиямызды бастаймыз. Төртінші саусақты 12-ші пернеге қоямыз. 12-ші перне деген мына жерде жоғарыдан санағанда 5-ші нүкте, немесе мына 3-ші нүктенің ортасындағы нүкте. Осылай қойдық 4-ші саусақпен, сосын былай ойнаймыз. Мына жерде сандарға қарап отырамыз. 3 рет ойнаймыз 12-ші пернені. Төмен, жоғары, төмен. Сосын 8-ші пернені төмен ойнаймыз. Одан кейін 2-ші саусақты 10-ші пернеге қоямыз. 3 рет ойнаймыз да 8, 7 деп екеуі төмен ұрамыз. То есть 10-ші перне 3 рет, сосын 8 төменге, 7 төменге. Енді бәрін қосайық. 12-ден бастап. Сосын 10, 8, 7. Одан кейін 4-ші саусақты 10-ші пернеге қоямыз да 3 рет ойнаймыз, сонда 7-ні ұрамыз төменге. 10, сосын 7. Одан кейін 8-ге 2-ні саусақты қоямыз, 3 рет ойнаймыз, сосын 7, 5-ті 2 төмен ұрамыз. Енді 10-нан бастап қайталайық. 4-ші саусақпен қойдық, 3 рет ойнаймыз, сосын 7-ні төменге, одан кейін 8-ді төмен, жоғары, төмен, сосын 7-ні төмен, 5-ті төмен. Барлығын қосайық. Бұл бірінші бөлім болған жаңағы. Кейімізде и. Келесі екінші бөлім. 5-ші пернеден бастаймыз. Бұл жерде 3 рет ойнаймыз. Сосын 1-ші саусақпен 7-ге түсіп кетеміз. Төмен ұрамыз. Одан кейін 2-ші саусақпен 8-ді ұстаймыз да 3 рет ойнаймыз. Сосын 7-ні төмен и 8-ді төмен ойнаймыз. Келесі 4-ші саусақты 10-ші пернеге қоямыз и былай ойнаймыз. 10-ді 3 рет, сосын 8-ді төмен, 7-ні төмен. Әрі қарай 1-ші саусақты 5-ші пернеге келеміз де төмен ұрамыз, сосын 3-ші пернені төмен ұрамыз, сосын 5-ші пернеге 2-ші саусақты келеміз де төмен ұрамыз. Бұлай болады. Енді 5-тен бастап, 2-ші бөлім деген жерден бастап қайталайық. 5-ді 3 рет, 7-ге түсіп кетеміз, 8-ді 3 рет, сосын 7, 8, одан кейін 10-нан бастаймыз. 10, 8, 7, сосын 5, 3, 5. Болды. Басынан бастайын, бір ойлап шығайын. И осылай екінші рет қайталаймыз басынан бастап. Тек соңында өзгеріс бар. И мына жерде 5, 0, 5 дейміз. То есть, бағана біз бірінші ойнаған кезде біздер 5, 3, 5 дедік. А екінші рет басынан бастап қайталаған кезде біздер 5, 0, 5 дейміз. Осылай. Келесі 3-ші бөлімде біздер былай ойнаймыз. Бұл жерде мен 0-ді ойнадым, ашық. Сосын 3-ші пернеге қоямын да төмен жоғары ойнаймын. Одан кейін 5-ші пернені төмен ұрам. Осылай 3 рет қайталаймын. Енді тоқтамай ойнаймын.
осылай 3 рет ойнағаннан кейін барып бірінші саусақпен 7-ге түсіп кетеміз де сосын былай ойнаймыз. 7, 8, екеуде төменге 7, 8 деп ойнадық. Одан кейін 13 пердені 3 рет төменге ұрамыз. Иә, то есть 7, 8, 10, 10, 10, сосын 8, 7. Қайтып келеміз. Так, басынан бастап. 7, 8, 10, 10, 10, 8, 7. Болды. Келесінде дәл мұнаны 3 рет қайталаймыз, бірақ одан кейін өзгеріс бар. Одан кейін 7-ні төмен ұрамыз да, одан кейін 8-ді 4 рет төмен ұрамыз. 7-ні 1 рет ұрамыз, и 8-ді 4 рет. Сосын 7 и 5-ге барамыз, төмен ұрамыз. Барлығы төмен бұл жерде. Тағы бір көрсетіп жүрейін. Келесі. Үшіншісінде бізді дәл соны үшеуін қайталаймыз. Тек мына жерде 7 мен 8 төмен ұрамыз да, сосын 10-ға келген кезде біздер төмен жоғары ойнаймыз 6 рет. Төмен жоғары. То есть 7, 8, төмен жоғары. Сосын 8-ді төмен и 7-ні төмен ұрамыз. Так, бір көрсейін. Сосын 8, 7. И соңғысында біз жаңағыдай ең соңғы ойнағанымызды екінші рет қайталаймыз, бірақ соңында дебютті сырғанап кетеміз. Так, ол былай болады. Деп сырғанайық. То есть 6 рет ойнадық. Төмен жоғары, сосын тағы да төмен ұрамыз да сырғанап кетеміз. Глиссаны жасаймыз. Енді қорытындылап бір ойнап жүрем, сосын болады. Достар, мінекей осылайша разборды аяқтаймыз. Бұл сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сәттілік, келесі сабақта көріскенше.